Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өзімнің Instagram парақшамда айтқандағыдай үміт бағдарламасы бойынша онлайн заявка жіберуді көрсеткім келеді. Алдын ала айтып қояйын, бұндай заявка жіберу үшін сізге ешқайға барудың қажеті жоқ. Қолыңызда тек қана халық приложениесі, яғни телефоныңыз болса жеткілікті. Алдымен менің YouTube және Instagram каналыма тіркеліп, осындай пайдалы видеолардың көп болуына себеп болғаныңызды қалаймын. Ал енді бастасақ. Мінекей, үміт бағдарламасына заявка жіберу үшін сіздерде ең бірінші халық приложениесі болу керек. Жоқ болса, өздеріңізге скачать етіп алыңыздар. Менде ол бар, дайын тұр. Ашамыз. Енді мына жерде госуслуги деген таңдаймыз. Ашылды. Енді мына жерде бизнес и налоги деген таңдаймыз. Енді мына жерде ең бірінші шыққан кредитование женское предпринимательство үміт деп тұр. Соны басасыздар. Мінекей шықты. Осы кредиторға анықтама, яғни әйелдерге арналған 7 жылға дейін беріледі. Микро, малы, средний бизнесқа беріледі. Начать деген басасыздар. Мінекей шықты. Енді мына жерде сіздің еліңіз шығады автомат түрде. Одан кейін өзіңіздің категорияны таңдайсыз. Көп адамдарда микропредпринимательство, яғни микрокәсіпкерлік. Мысалы, менде микрокәсіпкерлік. Осыған таңдаймын. Форманы таңдау керек. Бұл жерде ИП-ді таңдайсыздар. Егер ТО болса, ТО-ны таңдауға болады. Далее. Енді направление. Жаңадан бастап жатсаңыз новый деп бастайсыз. Бұрыннан бар болсаңыз действующий деп жазасыздар. Окет таңдайсыздар. Мысалы, менде сельское хозяйство, мысалы, бұл жай ғана. Мысалы, жолға алу үшін дейді. Так, енді сумманы жазасыздар. Мысалы, үміт бағдарламасында қателеспесем кемінде 30 миллион болу керек. Мысалы, 40 миллион деп жазайық. Далее дейін басасыздар. Енді мына жерде инвестиция керек болса, инвестиция деп жазасыздар. Пополнение болса, пополнение. Так, мына жерде желательно безналичный деп жазыңыздар. Енді срок. Максимальный срок таңдайық, мысалы 84 ай болу керек. Мінекей 84. Готово. Енді далее деген басасыздар. Мінекей осылайша. Проверить деген басасыздар. Мінекей дәл осындай өте оңай тәсілмен үміт бағдарламасы бойынша заявка жібере аласыздар. Айта кететін жағдай, бұл жерде ешкімге ешқандай сопровождение төлеудің қажеті жоқ. Бәрін осылай телефон арқылы жасай аласыздар. Ал енді видео ұнаса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар, өздеріңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіңіздер және де каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.